сөздік қорды көбейткім келеді, бірақ кітап оқып отыратын менде уақыт жоқ дейтін оқырмандарыма жақсы жаңалығым бар. Сіздерге өте керемет лайфхак болсын. Сіздің бір мезгіл қолыңыз бос болса, болмаса ас бөлмеде ас дайындап жүрсеңіз, демалып жүрсеңіз, не істеп жүрсеңіз де құлағыңыз бос. Құлақ бос уақытта міндетті түрде бір жерден подкаст көріңіз. Ноутбуктан болсын, ол телефоннан болсын, өзіңіз білесіз, бірақ подкасттың да мағынасы бар, мәні бар, салмағы бар әдемі подкаст тыңдаңыздар. Қазір егде жастағы кісілерде, тіпті жас кісілердің де әдемі сөйлейтін, сөзінің әуезділігі бар, сөзінің мағынасы бар, мысы бар кісілер өте көп. Мысалға айта кететін болсақ, Мұхамеджан Тазабек ағамыз, болмаса Айтыс ақын Жандарбек Бұлғақтың сөздері маған өте қатты ұнайды. Сөзінің даналығы бар, дәмі бар, өте әдемі. Мынау жанға жағымды, көңілге қонымды сөздері өте көп. Сондықтан да міндетті түрде дәл осылай экраннан қосып, көріп, сол сөздердің барлығын өзіңіздің сөздік қорыңызға енгізіңіз. Неліктен сіз көресіз, жай ғана көріп қана қоймаңыз. Сіз міндетті түрде активті сөздеріңізді күнде қолданасыз. Ал пассивті сөздер біздің қалтамызда жатады. Неге? Себебі бір орайы келгенде айтармын, той-томалақта айтармын деген сияқты сақтап жүрген кәмпит секілді қалтамызда тұрады. Пассивті сөздерді де күнделікті сөздік қорыңызға қосатын болсаңыз, сіздің сөздік қорыңыз әуезді болып шығады. Сондықтан да пассивті сөзді сөзіңізге қосудан қорықпаңыз, қашпаңыз. Міндетті түрде күніне 1 сағат осындай мәнді мағыналы подкастты көруге арнаңыз. Сіздің сөздік қорыңыз 1 айдың ішінде толыққанды әдемі әуезді болып шығады. Менімен бірге болыңыздар.